Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгін бізде сабақ, ашық сабақ, сондықтан жақсы сәттілік сендерге тілеймін. Ортаға шығыңыздар, топқа бөлінейік. Топқа мен сендерді сан арқылы бөлемін, рандомды түрде. Сосын 3 топқа бөлініп, бірінші, екінші, үшінші орынға отырамыз. Бірінші, отыра беріңдер. Бірінші, екінші, үшінші, бірінші, екінші, үшінші, бірінші, екінші, үшінші, бірінші, екінші, үшінші, бірінші, екінші. Өз орындарына барып отыра қойыңдар. Так. Құрметті оқушылар, қазір біз сабағымызды тренингтен бастаймыз. Кішкене оянайық. Сондықтан мына жерде сендерге сөздер берілген. Осы сөздерге сендер мақал мәтелдер естеріңе түсіріңдер. Ең бірінші сөз еңбек. Әрбір топтан бір-бірден айтайықшы. Кәне, дауыстап. Тамаша. Жақсы. Сендерден кім айтады, Амина? Так, жақсы. Келесі жер туралы. Асия. Так, жер туралы. Сен жол туралы айттың. Жер туралы. Жер. Кәне, екінші топ. Нәзік. Жақсы, сендерден. Тамаша. Так, келесі мал туралы айтайықшы. Мал туралы. Так, қай топ дайын мал туралы? Қай топ айтады? Так, кәне, сендер айтыңдар. Мал көп болса, жау жоқ. Ой, тамаша екен. Жақсы, келесі білім туралы кім айтады? Білім туралы. Тамаша. Денсаулық туралы. Денсаулық туралы. Денсаулық. Зор байлық. Байлық туралы. Байлық туралы. Өзден білмейсіңдер ма? Айта беріңдерсінші. Тамаша. Достығымыз. Достық. Ерзат, кәне, сен айтшы достық туралы. Кім? Айзере. Кәне. Тамаша. Су туралы. Су тіршілік көзі дейді. Жол. Міне жаңа Асия, сен жол туралы айттың. Қайталап жібер. Тездетеміз. Жақсы. Ел. Ел, туған жер дегенде. Отан. Дауыстап. Отан, оттан да ыстық. Бәрің білесіңдер. Жақсы. Ал енді мына жерге маған назар аударамыз. Бүгін бізде сабақ. Соның тақырыбын, біз бірінші қазір үй жұмысын тексеріп алайық. Үй жұмысына назар аударыңдар. Бұл жерде бізде анаграмма. Анаграмманы тауып алыңдар. Кім шығады? Тез. Тез. Кел. Қандай сөз? Темір жол дейді. Кәне. Тез. Дей. Так, екінші сөз тамаша. Так, кім тапты? Қол, кәне, Наби. Қандай сөз? Мектеп. Дауыстап айтамыз. Үшінші сөзге көшейік. Тамаша. Кім тапты? Тез, нәзік. Молодец. Тамаша.
Үшінші, кәне Ерзат. Бұл бізде инфраструктураның бөліктері, е? Оны өттік. Тамаша. Бұл да қызмет көрсетудің бір несі. Кемелер қай жерде тұрады? Кәне, кім? Нұрали. Тез. Порт дұрыс айтасың. Су көлігінің тұратын жері, е? Порт. Тамаша. Біле жүріңдер, кім білмейді. Келесі. Так, кәне, Аружан. Қалай сауатты жазатындарыңды да тексеруге болады. Тамаша, кітапхана. Так, ал мынау. Қол, кел. Бұл бізде қандай көліктің түрі? Әуе көлігі туралы айтамыз. Так, келесі. Ерзат тез. Тамаша. Келесі. Кәне, Айзере, автомобиль. Бұл да көлік түрі. Қай көлік түрі? Тамаша. Так, тағы да 4 сөз қалды. Тездетеміз. Бұл... Кел, Ерзат, тағы да таптың. Ең тез болып тұрғаны бізде Ерзат бүгін. Так, кім айтты? Так, кел, Аружан. Музей. Таяуда бізде музей түні болды. Жақсы. Бұл бізде рекреациялық географияның түрі. Шипажай. Дұрыс айтасың. Енді сен әлі жассың, кел. Шипажай. Дұрыс, демалыс орны, демалатын және емделетін жер. Сондықтан сендер жас болғандықтан әлі бұнымен кездескен жоқсыңдар. Бірақ біле жүріңдер. Рекреациялық география, демалыс орындар. Театр, дұрыс. Бұл барлық сөздер бізде инфраструктураның бөліктері болды. Көлік, қызмет көрсету сол. Ал енді осы аптаның дәйек сөзі бізде еңбек етсен ерінбей, тояды қарын тіленбей деген. Бұл кісі кім? Геннадий Головкин. Атақты Геннадий Головкин. Еңбек пен табандылықтың нәтижесі. Бұл кісі қазақстандық танымал боксшы Геннадий Головкин бала кезінен бастап спортпен айналысып, күн сайын ұзақ жаттығу жасаған. Ол көптеген жыл бойы тынымсыз еңбек етіп, қазіргі таңда танымал, дүние жүзі бойынша танымал боксшы болды. Сондықтан еңбек етіп, өз мақсатына жеткеннің көрсеткіші. Сендердің да осы мектепте ең басты еңбектерің ол жақсы оқу. Солай емес пе? Сондықтан жақсы оқып, мақсаттарыңға жетсеңдер, қойсаңдар, сол мақсаттарыңа жетесіңдер. Ертең
жақсы бір маман боласыңдар, иә? Осы өмірде өз жолдарыңды табасыңдар. Ал енді мына суретке қараңдаршы. Бұл бізде бір қызық сурет ненің көрсетіп тұр? Қалай ойлайсыңдар? Анимация арқылы жасалған, дұрыс. Телефонды, да? Телефонды не істеп тұр мына жерде? Бұл телефонды жасайтын бір жер, иә? То есть біз не туралы? Өндіріс туралы, өндірістің көрсеткішін көріп тұрмыз. Бір мекемені, осы телефонды жасайтын жерді. Бұл өндіріс деп айталады. Қалай ойлайсыңдар, бүгін не туралы біз айтамыз сабақта? Заводтар туралы айтамыз, осы өнімді шығаратын жерлер туралы айтамыз. Яғни бүгінгі сабағымыз біздің осындай тақырыпта болады. Ол шаруашылық салалары. Дүние жүзі бойынша ауыл шаруашылық салалары. Жазып алыңдар, балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбын жазайық. Дүние жүзілік шаруашылық салалары, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп. Бүгін сабақта сендер осы шаруашылық салаларымен танысасыңдар, оны қай сала немен айналысатынын білесіңдер, және оның айырмашылығын түсінесіңдер. Әртүрлі дерек көздермен жұмыс жасайсыңдар. Жазып алдық. Жақсы. Осы бойынша қазір сендер мына видеоны қарап мағынасын түсінуге шаруашылық бұл әлем елдерінің экономикасын біріктіретін тарихи қалыптасқан, өзара байланысқан шаруашылық жүйесі. Ол адамзат қоғамының дамуы барысында қалыптасып, қазіргі кезде әлем елдерінің экономикалық байланысын қамтамасыз етеді. Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы негізінен 3 сектордан тұрады. Бірінші сектор ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы материалдық өндірістің маңызды саласы. Қазіргі таңда әлемде ауыл шаруашылығында шамамен 1 миллиард адам жұмыс істейді. Ауыл шаруашылығының негізгі салаларына егіншілік және мал шаруашылығы жатады. Егіншілік саласында бидай, күріш, жүгері, картоп, қант қызылшасы, мақта және басқа да ауыл шаруашылығы дақылдары өсіріледі. Ал мал шаруашылығы саласында ірі қара қой, жылқы, түйе және құс өсіріледі. Бұл салалар халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізатпен қамтамасыз етеді. Дамыған елдерде ауыл шаруашылығы жоғары технологиялар арқылы жүргізіледі. Жаңа техника мен автоматтандырылған жүйелерді қолданып ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін арттырып, еңбек өнімділігін жоғарылатады. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы ел экономикасының дамуына, халықтың жұмыспен қамтылуына және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлкен үлес қосады. Өнеркәсіп дүниежүзілік шаруашылықтың жетекші салаларының бірі. Өнеркәсіп саласы табиғи ресурстарды өңдеп, дайын өнім шығарады. Өнеркәсіптің негізгі салаларына отын энергетика өнеркәсібі, металлургия, машина жасау, химия өнеркәсібі, орман және ағаш өңдеу өнеркәсібі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі жатады. Бұл салалар елдің экономикалық қуатын арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашады. Отын энергетика өнеркәсібі көмір, мұнай және газ өндірумен байланысты. Электр энергиясы жылу электр станцияларында, су электр станцияларында және атом электр станцияларында өндіріледі. Электр энергиясы өндіріс орындары мен халықтың тұрмыс тіршілігі үшін аса маңызды. Металлургия өнеркәсібі қара және түсті металл өндірумен айналысады. Қара металлургия темір мен болат өндірсе, түсті металлургия алюминий, мыс, қорғасын, мырыш және басқа металлдарды өндіреді. Қазақстан темір, мыс, алюминий, қорғасын және басқа да пайдалы қазбаларға бай мемлекеттердің бірі болып табылады. Машина жасау өнеркәсібі әртүрлі техникалар мен жабдықтарды өндіреді. Бұл сала көлік құралдарын, ауыл шаруашылығы техникаларын, өндірістік жабдықтарды шығарумен айналысады. Машина жасау өнеркәсібінің дамуы экономиканың барлық саласының дамуына ықпал етеді. Химия өнеркәсібі түрлі химиялық өнімдер, тыңайтқыштар, пластмасса,
бояулар және дәрі-дәрмек өндіреді. Бұл сала ауыл шаруашылығында, медицинада және өндірісте кеңінен қолданылады. Жеңіл өнеркәсіп халық тұтынатын тауарларды өндіреді. Оған тоқыма, тігін, аяқ киім және былғары бұйымдарын шығару жатады. Ал тамақ өнеркәсібі ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеп, дайын тағам өнімдерін шығарады. Қазақстан өнеркәсібі еліміздің әртүрлі аймақтарында орналасқан. Мысалы, металлургия кәсіпорындары Теміртау, Өскемен және Жезқазған қалаларында шоғырланған. Мұнай және газ өнеркәсібі Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарында дамыған. Ал жеңіл және тамақ өнеркәсібі халықтың орналасқан аймақтарда орналасады. Так, жақсы балалар, сендер түсінді деп ойлаймын, иә? Так, жалғастырайық жұмысымызды. Ал енді жаңа сендер осы видеодан көргендеріңді мына жерге қараңдар. Дүниежүзілік шаруашылық өзі негізінде 3 секторға бөлінеді екен. Бірінші сектор ол бізде ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, аквамәдениет. Екінші сектор ол өнеркәсіп пен құрылыс. Үшінші сектор қызмет көрсету. Ауыл шаруашылығы қандай екі салаға бөлінеді? Ауыл шаруашылығы және так, мал шаруашылығы, ауыл шаруашылығы қандайға бөлінеді дедік? Мал шаруашылығы мен егіншілік, дұрыс. Орман шаруашылығы дегеніміз не? Орман да не істейді? Өсіреді, өңдейді, дұрыс. Аквамәдениет дегенді қалай түсінесіңдер? Аквамәдениет. Әрине Қазақстанға ол дұрыс. Жоқ, ол экологиямен, ал аквамәдениет дұрыс айтасыңдар. Ол мысалы мұхит, теңізден алынатын өнімдерді олар өсіреді өздері. Мысалы енді жабайы бізге балық не жетіспеу қалуы мүмкін ғой. Мұхит елдерін, мұхит жағалауында орналасқан елдер, олар әртүрлі балықтардың түрлерін өсіреді. Рачки, мидий деген естіген шығарсыңдар, иә? Енді Қазақстанда ондай өндіріс жоқ, ондай салалар жоқ, бірақ басқа мемлекеттерде бар. Біз дүниежүзілік салаларын қарастырып отырмыз. Екінші секторға өнеркәсіп пен құрылыс кіреді. Өнеркәсіп дегеніміз не? Өнеркәсіп жаңа ғана айтылды видеоның ішінде. Ол металлургия, я? Не істейді металлургия? Я, металдар шығарады. Қандай түрлері бар? Ол түсті металдар мен қара металл, я? Қара металл. Темір, қара металлға бізде темір жатады. Ал түсті металдарға алюминий, мыс, я? Дұрыс айтасыңдар. Ал үшінші сектор бізде қызмет көрсету. Ол дегеніміз не? Кім айтады? Дұрыс айтасың. Қызмет көрсету дегеніміз олар дайын өнім шығармайды, бірақ қызмет көрсетеді. Мысалы, мен мұғаліммін, мен қызмет көрсету саласында жұмыс жасаймын. Мен дайын өнім шығармаймын ғой қолыммен, бірақ сендерді оқытамын, білім беремін. Түсінікті? Так, ал енді сонымен неше сектор дедік? 3 сектор дедік, дұрыс. Бір-бірімен дүниежүзілік экономика арқылы байланысып, тарихи қалыптасқан дүниежүзі елдерінің ұлттық шаруашылығының жиынтығы дүниежүзілік шаруашылық деп аталады. Нарық және көліктің дамуының әсерінен 19-20 ғасырдың басында дүниежүзілік шаруашылық қалыптасты. Міне, ауыл шаруашылығында 50-ден астам сала бар екен. 1,1 миллиард адам жұмыс жасайды. Ауыл шаруашылығы ол мал шаруашылығы мен егіншілік, я? Өсімдік шаруашылығы. Өсімдік шаруашылығында бізде, мысалы, Қазақстанда дамыған бидай, күріш, мақта, солай емес пе?
Ал дүние жүзі бойынша енді тағы да басқа өсімдіктерді өсіреді. Мал шаруашылығында не өсіреді? Қандай түрлерін? Қандай түрлері бар мал шаруашылығында? Сиыр, шошқа, қой шаруашылығы, жылқы, түйе шаруашылығы бізде Қазақстанда дамыған. Дұрыс айтасыңдар. Жасыл революцияның әсерінен дамушы елдерде ГТР дегеніміз ғылыми техникалық революция, ол 20 ғасырдың 50-60 жылдары болған әсерінен өнеркәсіп өте жақсы дамыды. Егер де бұрын бізде көбіне ауыл шаруашылықпен айналысса, адамзатқа көбіне азық түлік керек болса, дамыған сайын бізге жаңа техника керек болды. Жаңа техника не үшін керек бізге? Мысалы, сол үйде тұрған тұрмыстық техникамыз бар ғой, кір жуғыш, пылесос не үшін керек? Қандай мақсатта? Өмірімізді не істейді? Әрине, біздің өмірімізді жеңілдетеді. Сол мақсатта адамзат технологияларды не істейді? Дамытады. Осы жерде бізде ГТР болды 20 ғасырдан ортасында. Ол ГТР немнеге әкелді? Ғылыми техникалық революция. Осындай өнімдерді шығарды, техниканы. Оның ішінде осындай телефондарымыз да пайда болды. Мысалы, мен жас кезімде бұндай телефон болмайтын. Ал қазір біз олсыз өмір сүре алмаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Міне, ең бірінші жасыл революцияға қараңдар. Жасыл революция болды. Бұл жерде селекция арқасында тез пісетін, тез өнім беретін дәнді дақылдарды егу. Олар ауруларға төзімді болады, және жақсы өсіп, көп өнім береді. Екінші, жасыл революцияның ішіне ирригация, техниканы қолдану, тыңайтқышты қолдану, мол өнім алу кіреді. Және осының ішіне, осымен айналысатын қандай елдер? Ол Мексика, оңтүстік және оңтүстік шығыс Азия елдері. Так, жақсы. Ауыл шаруашылығының құрылымына қарасаңдар, міне, бұл қаншама міне осындай бағыттармен айналысады, салалары бар, Мал шаруашылығында міне сиыр, құс, әртүрлі өсімдіктерді өсіру, және осы дәнді дақылдар түрлері бар. Жасыл революцияның арқасында бұлар өте көп өнім әкеледі. Білесіңдер, адамзаттың саны жыл сайын өсіп келе жатыр. Ауыл шаруашылықтың ең басты мақсаты адамзатты көбейту емес, азық түлікпен қамтамасыз ету. Осы біздің тамағымызды береді ғой. Жақсы. Так, енді сендерге міне электроэнергетика, ол өнеркәсіп. Енді екінші секторға келейік. Екінші сектордың ең басты саласы ол міне өнеркәсіп. Материалдық өндірістің жетекші саласы. Бұл жерде 350 миллион адам жұмыс жасайды. Соңғы 100 жылда өнеркәсіптің өндірісі 50 еседен аса өсті. Қазіргі таңда ең жаңа салалар осыған кірді. Оның ішінде микробиология, роботты жасау, және бұрынғы металлургия, тоқма, бу машиналары, жаңа салалары автоматтандырылды. Тағы да өнеркәсіптің екінші сектордың бір бөлімі ол электр энергияны өндіру. Не арқылы аламыз біз электр энергияны? Су электростанциялары, жылу электростанциялары және атом электростанциялары. Ол дегеніміз мұнай, көмір, газ арқылы. Және сендер жаңа күн деп отырсыңдар, дұрыс. Ол бізде баламалы түрлері сарқылмайтын
Иә, сарқылмайтын нелерді пайдаланамыз. Міне қараңдар. Бірінші орында бізде жылу электростанциялары, оларда 60%, екінші орында су электростанциялар 20%-ді құрайды, дүние жүзі бойынша электроэнергияның қуатын беретін. Және үшінші орында атом электростанциялары. Енді баламалы түрлер, например, күн, жел, олар бізде өте үлесі әлі де аз. Ал енді осыны есте сақтадыңдар деп ойлаймын. Сендерге қазір тапсырма. Тапсырма осындай болады. Әр топқа мынандай сұрақтар беріледі. Бөліп алыңдар, каждайын бір сұрақтан. Сосын осы сұрақтарға жауап бересіңдер. Дайындыққа мен сендерге 5 минут, даже 3 минут жеткілікті деп ойлаймын. Бір сұрақтан өздеріңе алыңдар. Так, өз сұрақ, алыңдар, бөліп алыңдар. Так, балалар, және бағалау туралы. Әр бір топқа мен қазір міне бағалау парағын беремін. Спикерді таңдаңдар. Сендерде кім спикер болады? Так, Айзере, мына жерге аты жөндерін жазасың. И әр бір балаға бал қойып тұрасың, әр бір неге. Тапсырмаға, түсінікті? Сендерде спикер кім болады? Аружан, жақсы. Так, сендерде кім спикер болады? Ерзат, мына жерге фамилияларды жаз. И әр топқа баға қойып отырасыңдар, жақсы? Өздеріңе. Сосын біз нетеміз, қорытынды жасаймыз. Так, сұрақтарыңды дайындаңдар. 3 минут уақыт беріледі. Сұрақтар өйткені қысқа. Дайын болдыңдар ма? Қай топ дайын болды? Қол көтереді. Немесе шапалақ. Тамаша. Так, жақсы, бірінші топты тыңдайық балалар. Егін шаруашылығы. Жақсы. Дауыстарыңды шығарыңдар. Асия, оқы. Егіншілік пен мал шаруашылығын айырмашылығын түсіндіріңіз. Егіншілік пен мал шаруашылығының айырмашылығы бірі өсімдіктермен айналысады, ал екіншісі жануарлар. Жақсы. Өнімдері әр түрлі, бірақ бір салаға жатады. Ең бастысы. Не береді адамдарға? Көмектесеміз, не береді? Азық түлік береді. Дұрыс айтасың. Так, сразу же баға қойып отырыңдар, кім қалай жауап берді? Тамаша, мысал келтірдің. Жақсы, сенде сұрақ бар ма? Да, Так, сендерде. Сен сұрағыңды оқышы. Қандай? Саласы, металлургия, тамақ, да, жеңіл өнеркәсіп, ауыр өнеркәсіп. Так, жақсы. Оларды өңдеу және әртүрлі бұйымдарды жасау өндірісі. Өнімдерді шығару. Жақсы. Так, Ерасыл, сенде бар ма сұрақ? Кәне. Электроэнергия. Электроэнергияны көп түрлермен алып, мысалы, жел электростанциясы, Немесе гидростанциясы, сосын атомный электростанциясы. Немесе біз оған қандай көп пайдаланатын шикізат, ол бізде мұнай, газ және көмір.
Так, сенің сұрағың қандай? Оқыш. Қазақстанның дамыған кәсіпқой салаларын мысалы келтіріңіз. Мысалы, Қазақстанда қандай дамыған? Мысалы, қорғалжында қандай сала дамыған? Бізде жарайды ауыл шаруашылығы. Негізі Қазақстан бойынша металлургия, я? Металлургия саласы. Сендер білесіңдер ма, бізде Теміртауда ең үлкен не бар, комбинат бар, темір өндіретін. Так, сендердің сұрағыңды оқы. Дүниежүзілік шаруашылық неше сектордан тұратынын анықтаңыз. Дүниежүзілік шаруашылық 3 сектордан тұрады. Тамаша. Сенің сұрағың? Үшінші секторларды атаңыз. Бірінші сектор ауыл шаруашылығы және екінші сектор өнеркәсіп, үшінші сектор қызмет көрсету. Тамаша. Сенің сұрағың? Әр сектордың қызметін түсіндіріңіз. Мхм. Ауыл шаруашылығы бізге ал қызмет көрсету ол дайын онлайн сіз қызмет жасайды. Олар полиция, дәрігер және көрсетушілер. Тамаша. Так, сенің сұрағың? Қай сектор қазіргі кезде маңызды деп ойлайсыз? Қазіргі кезде жаңа салалар өте маңызды. Микроэлектроника және де микробиология маңызды. Немесе робот жасау, я? Бізде өнеркәсіп маңызды. Жақсы. Так, мына жерде сендерге жаңа Ерасыл айтып кетті, отын энергетика. Негізінде ол екі кезеңді қамтиды. Бірінші кезең бізде көмір кезеңі болды. Ол 19-20 ғасырда көмір арқылы электроэнергия пайда болды. Ал қазіргі таңда бұл мұнай кезеңі. Өйткені білесіңдер, мұнай көздері ие болған мемлекеттер ең бай мемлекеттер болып саналады. Қазір енді бізде жаңа салалар бар, ол баламалы салалар, я? Күн сәулесі арқылы жер, ол экологиялық таза салалар. Өйткені мұнай, көмір, газ, олар қоршаған ортаға не келтіреді? Егер де оларды жағып электр көзін алса, зиян келтіреді. Не істейді? Ауаны, жерді ластайды. Ал жер күнді біз пайдалансақ, ол жақсы нәрсе ме? Қандай мақсатта пайдаланады? Ауа таза болады, дұрыс айтасыңдар. Жылу береді. Олар экологияға өте жақсы әсер береді деп айтуға бола ма? Егер де біз күн, желді пайдалансақ. Я, олар таза, я, электр көзін береді. Так, енді қазір сендерге екінші тапсырма. Екінші тапсырмада сендер, міне, мына сөйлемдерде қалып қойған сөздерді тауып, оны толықтырасыңдар. Міне, кесілген сөздер уже тұр. Мына сөйлемдерді оқыңдар, және мына клеймен сразу же өздерің табыңдар. Желімдеңдер оны. Так, қосыламыз, бәріміз бірге жұмыс жасайық. Так, бір 5 минут уақыт берейін сендерге. Ауыл шаруашылығының негізгі салалары қандай? Мына жерден тауып алыңдар. Қандай салалары бар? Ауыл шаруашылықтың. Қандай? Егіншілік. Так, давайте, егіншілік. Және қандай сөз? Егіншілікпен? Неге? Жоқ. Мал деген жоқ па? Так, жарайды. Келесі, өнеркәсіп табиғи ресурстарды өңдеп не шығарады?
Так, таптыңдар ма? Өнім дұрыс. Аха, егіншілік. Так, мал деген сөз жоқ па? Да? Жарайды. Келесі. Мына өнім дейсіңдер дұрыс. Аха. Салмағанмын ғой. Так, егіншілік дұрыс. Мына жерде шаруашылық 3 сектор. Аха. Жақсы. Жоқ. Ауыл шаруашылықтың қандай ол ахат салынбапты, жарайды. Ауыл шаруашылығы өнеркәсіпке не береді? Не береді? Аха, шикізат береді. Жақсы. Аха, желімдеңдер. Так. Не береді? Аха, давай. Дұрыс. Дұрыс, аха, қызмет көрсету. Аха. Мынау не береді? Дайын өнім өндіру. Ол? Аха, нешінші секторға жатады, саласына жатады? Қандай? Экономика. Так. Келтіріңдер. Трактор, автомобиль және басқа ол не? Трактор, автомобиль ол не бір сөзбен? Конечно. Дұрыс. Қандайды білесіңдер, сондайды істей беріңдер. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп салаларын адамдар не істейді? Иә, еңбек. Так, мынау трактор, автомобиль ол не бір сөзбен? Және? Иә. Так, жақсы. Кел көмектес. Ауыл шығару үдерісі не деп аталады? Өндіріс деп аталады. Сектор. Дүниежүзілік шаруашылық 3 сектор. Не ғой? Так, жақсы да, көбін таптыңдар. Тамаша. Кәне, Амина, дайындарын оқышы. Так, сразу баға қойып отырамыз. Кім жақсы жұмыс істеді топтың ішінде? Ауыл шаруашылық өнеркәсіпте үшінші сектор қызмет салалары қамтиды. Жақсы. Мал өсіру салаларын өндіріс деп аталады. Өндіріс. Шаруашылық салалары сектор экономика дамуына әсер етеді. Тамаша. Сендерде қандай дайын? Кәне, оқышы. Нәзік. Ауыл шаруашылығының негізгі салалары егіншілік Және мал. Дүниежүзілік шаруашылық 3 сектордан тұрады. Өнеркәсіп табиғи ресурстары өндірістерінің өнім шығарады. Жақсы, тамаша. Кәне, сендерден, кәне, Арман, сен оқыш дайындарын. Міне мына ортасынан оқисың. Трактор. Трактор, автомобиль және басқа құралдар машина саласында жасалады. Жақсы. Жер. Жер қойнауындағы байлықтар. Қалай деп аталады? Ресурс. Аха, деп аталады. Жақсы. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп салаларында адам еңбек етеді. Тамаша. Так, спикерлар, бағалап қойыңыздар, топта кім жақсы жұмыс жасады? Балмен көрсетесіңдер. Так, жақсы. Ал енді бізде тағы да бір викторинаны ойнап жіберейік. Ауыл шаруашылығы өнімдерін ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік беретін орын қалай аталады? Ұзақ уақыт сақтаймыз. Так, қойма, жақсы. Келесі. Мал шаруашылығында өнім өндірудің негізгі бағытының бірі қайсысы? Әрине, сүт.
малда. Так. Өнеркәсіп орындары көбінесе қандай факторға байланысты орналасады? Өнеркәсіп. Арман? Шикізат көзіне. Дұрыс айттың. Келесі, ауыл шаруашылығында жерді өңдеуге арналған негізгі құрал? Трактор дейміз. Дұрыс. Қай сала халықты киім-кешікпен қамтамасыз етеді? Қай сала? Металлургия? Жеңіл өнеркәсіп, дұрыс айттыңдар. Ауыл шаруашылығында өнімділікті арттыру үшін қандай шара қолданылады? Өнім көп болу үшін не қосады жердің ішіне? Жол саламыз ба өнім алу үшін? Тыңайтқыш қолдану қажет, дұрыс айтасыңдар. Өнеркәсіптің қоршаған ортаға әсерін азайтудың бір жолы қандай? Қалдықтарды қайта өңдеу дейді Ерзат. Молодец, дұрыс айттың. Бал қос өзіңе. Қай ауыл шаруашылығы саласы жүн, тері және ет өнімдерін береді? Нәзік айтты, Арман айтты, мал шаруашылығы деп. Дұрыс айттыңдар. Өнеркәсіптің дамуы ең алдымен қай көрсеткіштің өсуіне әсер етеді? Дұрыс Асия айттың. Өндіріс көлеміне. Ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп арасындағы байланыс қалай көрінеді? Байланыс. Дұрыс. Ауыл шаруашылығына техника мен тыңайтқыш. Енді ауыл шаруашылығын өңдеу үшін бізге трактор, комбайн керек қой, тыңайтқыштар керек. Тамаша. Тамаша. Так, бағалауды жалғастырамыз, спикерлар. Енді сабағымыздың аяғында мен сендерге айтайын дегенім осындай. Сіздер қазір қандай қызық, қандай құнды ақпарат алдыңыздар бүгінгі сабақта, және не қиын болғанын айтыңыздар, бөлісіңіздер. Так, кім айта алады? Ерасыл, сен не білдің бүгін? Не құнды ақпарат алдың? Мал шаруашылығы жататын ауыл шаруашылығына, и біздің өмірімізге әсері. Так, мақсат, қандай құнды ақпарат саған осы сабақта болды? Тамаша, 3 сектордан тұрады. Так, Нұрали, сен қандай ақпарат алдың? Жақсы, ол дайын өнім шығармайды екенін білдің, я? Ерзат, сен не білдің? Қазіргі кезде қандай салалар маңызды екен? Жақсы. Ал қиын болған ақпарат болды ма? Қиын болған сала? Қиындық туғызған жоқ. Барлығын түсіндіңдер. Жақсы, бүгін біз сабаққа жеттік деп ойлаймын. Ал енді Ерзат, өз тобың бойынша қандай нәтижеге келдіңдер? Тұрып айтсаң? Так, Ерзат барлық топ мүшелері 10 балдан алып тұр, өйткені барлығы жақсы жұмыс жасады дейді. Аружан, сен не айта аласың? Өзің айт. Аружан 15, Нәзік 15, Азамат 10, Ерасыл 11. Жақсы, бал алды. Так, кім? Айзере? Бәрі жақсы жұмыс жасады дейді. Тамаша, жақсы бал алғандардың себептері ол сендер бүгін сабақты жақсы түсінгендердің көрсеткіші. Ал балалар, сау болыңыздар. Осымен сабақ аяқталды.